Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен сондай бір ата-аналарға арналған видео жазғым келіп тұр. Яғни тақырыбы жалпы Жапонияда балаларды өсіру қалай болады, иә? Сол туралы айта кетейік. Негізі біз Жапонияда 2017 жылдан бастап, аян 2016 жылдан бастап тұрып жатырмыз, бірақ біз 20-шы жылы отбасы құрған болатынбыз. Сөйтіп 21-ші жылы Алланың қалауымен біздің тұңғышымыз Нашатай дүниеге келген болатын. Оған дейін жалпы біз енді балалық болды ма білмейміз, бірақ солай Жапонияда бала өсіру қалай болады деген сияқты әрине кішкене толғаныстар болды, бірақ сонда да нақты бір қадамдарды біз ойлаған жоқ болатынбыз. Негізі аянда мен де солай бұйырғаны деген сияқты жаңағыдай бәрін Аллаға тапсырып жүретін адамдардың қатарынанбыз, бірақ сонда да кішкене баланы өсіру қалай болады екен Жапонияда, не дегенмен қасымызда әке шешеміз жоқ, мысалы баланың ата апасы жоқ деген сияқты, қалай болады деген сияқты бізде толғаныстар болды әрине. Қасында ата апасы болса ол басқаша ғой, мысалы кішкене көмек болады деген сияқты. Алайда біз мына жақта Жапонияда аян екеуміз ғана бір бірімізге тіреу болғандықтан қазір ойлап қарасақ қиын болған сияқты екен да, бірақ сол уақытта біз деген ойбай қиын болды, ойбай мынандай болды деген сияқты бізде ондай бір бірімізге шағым айту болған жоқ. Бірге қол ұстасып сөйтіп Нашатайымызды тәрбиелеген болатынбыз. Енді бүгінгі видеода мен сіздермен жалпы Жапонияда бала өсіру қалай болады, сол тақырыпта әңгіме айтқым келіп жүр. Неге деген кезде, мысалы қазір Нашатай 4 жасқа бұйырса толады маусым айында. Кішкентайымыз Ағыстай бір жас 3 ай дәл қазіргі уақытта. Және де олар осы жапондық балабақшаға барып жүр басынан бастап, иә, уақыттан бастап. Сол себепті кішкене енді айтарымыз бар деп ойлаймын, сол себепті осындай видео жазып жатырмын. Ал ендеше біздің каналымызға тіркеліп, қолдау білдіріп отырыңыздар. Кеттік, бастайықшы. Жалпы Жапонияда бала өсіру бір жағынан енді бір таңғалған кездеріміз болса, бір жағынан енді риза болған кездеріміз де болды. Мысалы, неге таңғалдық, соған бірінші айтып өтейін, жалпы балабақшаға алу туралы мен өткен видеоларда айтқан болатынмын, бірақ мына жерде қысқаша айта өтейін. Балабақшаға алу үшін әке-шешесінің екеуі де жұмыс жасау керек. Оның өзінде сен 100% балабақшаны аласың деген сөз емес, тағы да басқа критерийлері бар деген сияқты, солардан өтуің керек. Сол кезде біз Нашатайды бірінші рет мен жұмысқа 2022-нің желтоқсан айында жұмысқа шыққан болатынмын, бірақ біздің балабақшамыз ол кезде берілген жоқ. Үкімет ол кезде тек қана аптасына 3 рет қана балабақшаларды бізге берді. Осы балабақшаларға ауысып барасыздар. Әрі де тұрақты емес та бұл. Ауысып барасыздар деді. Енді амал жоқ, сол 4-ші айға дейін, сәуір айына дейін, оқу жыл басы осы сәуір айында басталады. Соған дейін Нашатай 5 па 6 балабақшаға жаңағыдай барып жүрді. Оның өзі аптасына 3 рет қана. Сөйтіп барып жүрген болатын. Енді ол кезде сол қайын сіңілім Баян да қасымызда болды. Аян екеуі әйтеуір кезектесіп апарып солай жасап жүрді. Мен енді жұмыста болдым ол кезде, ал 4-ші айдан бастап, 23-тің сәуір айынан бастап тұрақты түрде бір балабақшаға баратын болды. Мына кезде айтқым келгені, яғни балабақшаны алу да оңай жұмыстардың бірі емес. Көптеген тексерістерден өтесің, қағаздарды тапсырасың, енді бас ауыртатын жұмыс негізі. Сол жағы кішкене бізді таңғалдырды да. Жапонияда көптеген жаңалықтарда айтып жүр ғой, жаңағыдай үлкен кісілердің, қарттардың саны артып жатыр, жастар азайып бара жатыр, бала туу азайып бара жатыр деп. Сол кезде енді Аян екеуміз күлгеніміз бар, енді осындай балабақшаның өзіне кіргізу қиын болса, енді жастар әрине балаларды өсіру қалай болады екен деген сияқты ойланады ғой. Расымен де балабақшаға алу қиын болса, оның өзі 100% емес алуға болатындығы. Осындай кішкене сәттер бар. Сол кезде ойладық, енді расымен де жапондық жастардың сондай бала мәселесіне келген кезде ерекше ойланатындығы мүмкін осы жерден де бар шығар деп ойлаған болатынбыз. Сол жағы кішкене бізге таңсық болды. Балабақшаға негізі мысалы Нашатайдың балабақшасында 6 айдан бастап барған балалар да болды.
ерте жастан бастап ала береді. Мысалы мына жақта негізі бала босанғаннан кейін 8 аптадан кейін әйел адам жұмысқа шыға берсе болады. Бірақ егер де декреттік демалысты толық ала берем десе, онда 3 жылға дейін беріледі. Бірақ сол босанғаннан кейін 2 апта мен сол 3 жылдың аралығында сен кез келген уақытта өзің қалауыңша жұмысқа шыға берсең болады. Мысалы мен Нашатайды 1,5 жасында балабақшаға бердік. Мен сол 1,5 жасынан бастап жұмысқа шықтым. Ағыстайымызды 1 жас 3 айынан бастап беріп жатырмыз, яғни мен де жұмысқа шықтым деген сияқты, өз қалауы. Бірақ босанғаннан кейін 8 апта міндетті түрде ол демалыс беріледі. Енді риза болған кезіміз де болды. Неге деген кезде, мысалы біз Нашатайға қасық ұстап, болмаса мысалы тамақтан кейін аузыңды сүрт деген сияқты нәрселерді біз шынымды айтсақ үйретпедік, олай айтпадық та, бірақ соның бәрі де Нашатай балабақшадан үйреніп келді. Мысалы Нашатай ол тамақты өзі таза жейтін балалардың қатарынан да. Мысалы бір жер бүлініп қала ма, үстіне тамып кете ма, болмаса аузында тұра ма, мысалы күріш деген сияқты, өзі соны алмайынша қағазды алып өзі сүртіп сөйтеді. Бұл енді балабақшаның берген тәрбиесі ғой. Және де үстіне су тиіп кетті ма, болды, ана киімді ауыстырмайынша ол тынбайды. Міндетті түрде киімін ауыстыру керек деген сияқты. Осындай сияқты өз өзін қалай ұстау керектігін мысалы үйреткен болатын. Және де мысалы Нашатай өзінен кіші, мысалы әлі кішкентай ғой, тек қана Нашатайға емес, жалпы жапондық балалар, 3-4 жастағы балалар өзінен кішкентай баланы расымен де мынау бөпе деп ерекше қамқорлық танытады. Енді сондай бір кішіпейілділікке, сондай адамгершілікке үйрететіндігі рас. Осы жерден біз ерекше таңғалған болатынбыз. Одан кейін Нашатайды біз негізі памперсті Нашатай 2,5 жасынан бастап шешкен болатын. Одан ерте үйреткіміз келді, бірақ балабақшада бәрібір де кигізіп қояды. Енді оның ол кезде біз ойладық, өйтіп қатты қиналмай-ақ қояйық, баланы да қинамай-ақ қояйық деп. Сөйтіп 2,5 жасынан бастап Нашатай памперсті шешіп, өзі дәретханаға отыратын болды. Әрі ол андай неге емес, горшок бар ғой, ондайға емес, кәдімгідей дәретханаға барып, унитазға барып отырады Нашатай. Біз ана кішігірім мынандай не алып қойған болатынбыз, унитаздың кішірегін балаларға арналған, соған барып отырады. Енді сол да бір жағынан сол балабақшада үйренген нәрсесі, көрген нәрсесі деген сияқты. Осындай. Одан кейін тағы да біз таң қалатынымыз, әрине қазір Нашатай кішкентай ғой, бірақ біздің көрші балалар бар да, бастауыш сынып оқитын балалар, мысалы мектепке өздері жаяу барып, жаяу келеді. Біз аналарға таң қаламыз, қалай біз кейін Нашатайды қалай жібереміз деген сияқты. Қорқынышты ғой, бәрібір бөтен елде деген сияқты біздің бір қорқыныштар бар да. Бірақ мына жақта жапондықтар балаларын өздері жаңағыдай апарып, өздеріне балаларға үйретеді да, өзің барып кел деген сияқты. Енді ол бір жағынан қауіпсіздік, мысалы Жапония қауіпсіз мемлекеттердің қатарына жатады ғой. Мүмкін сол себепті де болуы мүмкін деп ойлаймыз, бірақ енді сіздердің елдеріңізде қалай? Сіздерде бастауыш оқитын балаларды, 1 мен 5-ші, 4-ші сынып оқитын балаларды мектепке өздеріңіз жібересіздер ма? Сол туралы астына пікір қалдыра кетіңіздер. Осындай. Сонымен қатар жапондық балаларды біз көшеде өздеріңіз жаңағы кинода, тағы басқа бір әлеуметтік желілерде көретін шығарсыздар, балалар, жапондық балалар ауыр бір сөмке ұстап алады да, соны өздері көтеріп жүреді. Енді мен таң қаламын, ананы ашып қарасам, ішінде деген толған нәрсе енді ап-ауыр, бірақ сонда да көтеріп алады. Одан бөлек алдына су ішетін бөтелкесін тағып алады. Одан биг баг деп айтады, үлкен мындай сөмкелерінің ішіне киім андай-мындай деген нәрселерін салады. Соның бәрін балалар өздері көтеріп жүреді. Аяп кетесің әрине, бірақ енді кейде Нашатайды содан үйренді ма білмеймін, балабақшадан негізі сөмкесін өзі арқалайды. Енді кейде не ауыр болып кетті деп айтқан кезде ғана біз аламыз, былай негізі өзі көтеріп жүреді. Енді бұл бір жағынан өз затыңа өзің жауапты бол деген, өзіңе тиесілі нәрселерді өзің істе деген сияқты бір тәрбиеде болуы мүмкін. Енді бір жағынан бұл меніңше жақсы ма деп те ойлайсың. Әрине ана болғаннан кейін кішкене жаның ашиды, бірақ сонда да ары қарайғы өмірінде бәрі тиянақты жақсы болсын десек, әрине осындай тәрбиеге көну керек па? Қалай ойлайсыздар? Жалпы балаларды өзімен өзі жаңағыдай неге көп тәрбиелейді да, мысалы барлық нәрсені өзі істегенге үйретеді. Мысалы киімді киген кезде, киімді жинаған кезде, аяқ киімін жөндеген кезде негізі сол ерекше мән береді. Жапонияда мысалы Нашатай балабақшаға барған кезде аяқ киімін шешіп, бүйтіп ұшын есікке қаратып бүйтіп қойып қояды да, шыққан кезде киюге ыңғайлы болу үшін деген сияқты, сондай әртүрлі бір өзінің жеке нелері бар да. Сондай бір майда шүйде нәрселерді ерекше сондайға баланың өз істеуіне үйретеді да. Жапонияда балаларды жалпы бала деп қабылдайды да, мысалы
кішкентай бала сияқты былай ұрсып бүйтпедің сөйтпедің деген сияқты нәрсе жоқ. Бала ма, ол бала өзінің балалығын жасайды, қателіктер жібереді, сен соған шыдаммен қара деген сияқты. Мысалы бала ашуланып жатса да, енді мүлдем жоқ деп айтпаймын, енді ондайлар біз көрген де болатынбыз, бірақ негізі жалпылама былай айтатын болсақ, жалпы жапондықтар балаға мысалы бала жылап жатқан кезде оған қой болды қой деп ұрыспайды да, оны тынышталдырып алып, немесе өзі тынышталғанын күтіп, сосын барып жаңа әңгімеге алып келеді да, мысалы не болды, неге үйттің, саған қай жері ұнамады деген сияқты әртүрлі бір жаңағыдай сөйлесу жұмыстарын жүргізеді да. Сол жағы енді маған ұнады. Барынша мен сол нашатаймен де солай істеуге тырысып жүрмін. Әрине кейде жұмыс көп болып сөйткен кезде енді болды жүр деп өйтіп ала кететінім бар әрине, бірақ сонда да көп жағдайда сол нашатаймен сөйлесуге неге үйткендігін білуге тырысамын. Жалпы жапондықтарда осындай, енді бұйырса нашатай мектепке барған кезде оны да әлі айта жататын боламын. Әзірше мен өзім көргенім, білгенім тек қана сол Жапониядағы балалардың балабақшадағы жұмыстары ғана. Енді естуім бар әрине мектеп жөнінде де, бірақ енді оны мен өзімнің көзім жетпейінше сіздерге айтпай тұра тұрайын. Оның да бір уақыты келер. Жалпы осы бүгін айтқым келгені бала тәрбиесі осындай. Жалпы тағы да мен ұмыт қалған нәрселер болса, астына пікірлеріңізді жаза өтіңіздер. Барынша сіздерге жауап беруге тырысатын боламыз. Тағы да алдағы уақытта қандай тақырыптағы, осы Жапония туралы қандай тақырыптарды не жайлы білгілеріңіз келеді, соны да пікірге қалдыра кетіңіздер. Бәрін міндетті түрде оқимыз. Біздің каналға тіркеліңіздер. Келесі кездескенше аман болайық. Сау болыңыздар.